Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді баклажаннан экран жасайтын боламыз. Ол үшін менің видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Өткізіп жібермей, әр минутын, әр секундын бақылаңыздар. Бізге керекті заттарымыз пияз, қызанақ, аскөк, тәтті бұрыш, баялды, чеснок, яғни сарымсақ. Барлық керек заттарымызды тазалап жуып аламыз, және де осы видеода көріп тұрғандай етіп барлығын кубиктап тураймыз. Үлкен қылмай, кіші қылмай, орташа көлемде барлығын 4 бұрышты етіп турап аламыз. Баялдымызды тұзды суға салып қоямыз. Ең алдымен қазанымызды жақсылап қыздырып, үстіне сұйық майымызды өзімізге керекті мөлшерден сәл көбірек қылып құйып аламыз. Оның үстіне жаңағы жуып тазалап 4 бұрышты етіп туралған пиязымызды салып, жақсылап асықпай 20 минут пиязымыз қызарғанша қуырып аламыз. Міне біздің пиязымыз 15-20 минуттай қуырылды, осындай қып-қызыл болып, енді кезекте дайын болған пиязымыздың үстінен қызанағымызды да салып, қызанағымызды да асықпай 20 минуттай, 15 минуттай қуырып аламыз. Барынша қатты отта қуырамыз, асты қатып жабысып қалмасын, жиі араластырып тұрамыз. Міне бізде 15 минут өтті, қызанағымыз осылай болып қуырылып, сөлі бөлініп, суы шықты. Енді кезекте жақсылап араластырып алып, дайын болған қызанағымыздың үстінен тәтті бұрышымызды саламыз. Болгарскийімізді 20 минут қуырып алдық. Енді кезекте жаңағы жуып тазаланған тұзды суда тұрған баклажанымызды салып, оны да суы тартылып, піскенше қуырып аламыз 20-30 минуттай. Міне көкөністеріміз қуырылып жатыр, өздерінің сөлін бөліп, дәміне қарай енді кезекте дәмдеуіштерімізді қосамыз. Көкөністеріміз қуырылып жатқан кезде дәміне қарай 2 шай қасық қант саламыз, және де дәміне қарай тұзымызды саламыз. Мен бұл жерде 1 шай қасық тұз салдым. Барлығын дәміне қарай саламыз. Тұзын көп салмаймыз, баклажанның қышқылы да бөлінеді. Көп сала жіберсеңіздер ащы болады. Енді аскөк пен чесногымызды салып, жақсылап араластырып, тағы 10 минуттай қайнатып аламыз. Барынша көкөністеріміз таза қуырылса, сол кезде дәмді болып шығады. Кем дегенде 15-20 минуттан қуырылу керек. Міне біздің икрамыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай түрі әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тез дайын болады. Салқын да ыстықта кейде жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.